Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Сабақтың тақырыбы Алтын Орданың құрылуы. Сабақтың мақсаты Алтын Орда мемлекетінің құрылуы, саяси экономикалық даму ерекшеліктері туралы түсінік беру. Алтын Орда мемлекетінің тарихын басқа мемлекеттермен салыстыра отырып, тыңдаушыларды өз бетінше қорытынды жасауға үйрету, ізденіске баулу. Тыңдаушыларды өз отанының тарихына құрметпен қарауға, қорғауға, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Осыдан тура 750 жыл бұрын Талас өзені бойында Шағатай, Үгедей мен Жошы әулетінің ханзада нояндары жиналып, ұлы құрылтай өткізген. Тарихта оны Талас құрылтайы деп атайды. Құрылтайда Шыңғыс қағанның дәстүрлерін сақтай отырып, көшпелілер мүддесін қорғаған маңызды шешімдер қабылданды. Ал ең бастысы, әрбір ұлыс жеке мемлекет болып жарияланды. Осылайша, Талас құрылтайында Шыңғысхан құрған ұлы империя ыдырап, оның орнына дербес үш мемлекет – Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы және Моғолстан бой көтерді. Талас құрылтайы Алтын Орданың ресми түрде бөлек мемлекет болып қалыптасуына негіз болды. 13 ғасырдан бастап, Ұлы Новгородтан бастап, Азияның оңтүстік шығысына дейін, сондай-ақ Көгілдір Дунайдан Көк Жапон теңізіне дейінгі аралықтағы ұшы-қиыр жоқ даланы, еш мұқалмас өмірдің өзі секілді ғажайып, қуатты мемлекет Жошы ұлысы, немесе жай ғана Алтын Орда алып жатты. Алтын Орданың барлық құпиясы түркі әлемі Алтын Орда атты деректі теледидарлық сериалда. Өткенге көз жүгіртпей, бүгінгі күнді білу және болашақты болжау қиын. Әбу Насыр әл-Фараби. Бату ханнан кейінгі келесі хан Берке. Беркенің тұсында Алтын Орда әрі мемлекет ретінде қалыптасқан болатын. Беркенің патшалық құруы Алтын Орданың бағытын нақты анықтады. Берке ықпалының күшті болғаны сонша, кейде Қыпшақтар елін Берке елі, яғни Дешті Берке деп атады. Егер Сартақ ұзағырақ өмір сүргенде, христиандық хан қанатының астында болар деп болжауға болатын еді. Ал Берке исламға көп ден қойды. Алайда барлық моңғолдық Шыңғыс тұқымы дінге төзімділік көрсеткен. Оның жанындағылардың біразы нестарияндық дінді ұстанған. Сондықтан ол бұл дінге шектеу қоймаған. Ал ішкі саясатта ол мұсылмандықты қолдаған. Сондықтан Алтын Орда хандығында исламдандыру үдерісі аяқ ала бастады. Мемлекет Қыпшақтар елі болды, бірақ оларды татарлар билегенде Қыпшақтар олардың азаматтары болып кетті. Одан кейін татарлар Қыпшақтармен араласып, туыстасып кетті. Және жер қасиеті татарлардың нәсілі мен табиғатына билік етті. Олар Қыпшақтарға қатты ұқсап кетті. Тіптен бір рудан дерсің. Өйткені татарлар Қыпшақтар жеріне қоныстанды. Олармен некеге тұрды және олардың Қыпшақтардың жерінде өмір сүрді. Қазаққа бүйтіп сұрақ қояды елдер. Алтын Орда қазақтың мемлекеті ме? Татардың мемлекеті ме? Орыстың мемлекеті ме? Көкем-ау, Алтын Орданы құрған, оның рухани негізін салған, саяси негізін салған, географиялық аумағын белгілеген тұлға бар. Ол тұлға Жошы. Оның денесі қазақ жерінде жатыр. Оған таласып отқан бір адам жоқ. Ұлы ханның үлкен ұлы Жошының мазары қазақ жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі және шет елдегі жұртшылықтың көбі біле бермейді. Ата-бабалардың аманатына адал болу бізге сын. Сондықтан біз Алтын Орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті түрде қолға алуымыз қажет. Оның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру өте маңызды міндет. Бұл жұмыстар Алтын Орданың 750 жылдығын мерекелеу аясында басталуы қажет.
Қасым Жомарт Тоқаев.